Инкубатор 200-дік, мынандай лотоктар отдельно алынады. Перевороты мынау емкость суға. Мысалы, мынандай шлангысы болады, мына жерде тесіктері осы жерден осының штуцеріне кіріп, суға қоясыздар. Осыны биік положениеде тұру керек. Өйткені самочокпен ағады. Мынау лотоктары 2 ярус. Оны дальнейшем біз көрсетеміз видеода. Қазір енді ішіне келсек, мына жерде контроллер программирование тоже каналда бар. Мына жерде 12 вольт питание аккумуляторға, қызыл плюс, қара минус. Мынау вытяжка. Крышкасын ашып көреміз. Мына жерде жәнегі шлангымыз емкостьке келеді, через поплавок тұрады. Бұл жерде вентилятор тұрады, на влажность. Осы жерде именно мына влажностьіміз сәл жетпей, ана жерде өзі переворот тұрады қазір. Сол жерге жетпейді, осындай центральный положениеде тұру керек. И сәл шлангыны көтеріп қою керек, өйткені шланга бітеліп қалмайтында су болатындай постоянно емкостьте. Мына жердегі оң жақтағы провод ұзындау болып келеді. Бұл біздің переворотқа баратын провод актуаторға. Актуатордың өзінің проводына қосылады. Анау бізде вытяжкаға қосылады. Так, мына жерде бізде защитный щиті. Бұл жәнегі біздің двойной кулер спиральмен. Соның бетіне сеткісі алдына қарай осылай қойып қоясыздар. Ертең балапан шыққан кезде балапан сыртқа шығып кетпейтіндей. Қазір мен лотогын салып көрсетемін тағы да. Негізі лотокты салдық. Бұл жерде 2 ярус. Өзінің гарантийный талоны жүреді, 3 айға беріледі. Одан кейін аккумуляторға клеммалар беріледі. Яғни аккумулятор керек кезде ғана қолданған дұрыс. Осы жерге қызыл провод. Свет өшкен кезде мынау қарасы минус. Яғни мына жерде тоже самый 12 вольттық аккумулятор машинаның, соған қосасыздар. Бұны сол керек, зәру жағдайда ғана қосқандарыңыз абзал болар. Осындай лотоктар тауықтығы комплектіде жүреді. Бұл жерде 88, сонда 2 ярус 176 болады. Егерде бұл лотоксыз салсаңыз, онда уже 200-дің үстінде жұмыртқа сейіп кетеді. Арасына шахматтың порядкімен, арасына пенопласт тығып дегендей. Сосын кейін мына лотокты предварительно қазір инкубация, мысалы тауықтығы 18-19 күнге дейін осы лотокты ұстап, потом 18-19 күннен кейін өзінің лотоктарын алып сап, авоскопирование жасап, неоплодтарды алып, сетканың бетіне осындай пластиковый сеткалар жүреді комплектіде. Осыны жайып, бетіне және оплодотворен жұмыртқаларын салып тастайсыздар. Сосын жанында борттар болады, осыны горизонтально көлденең положение қойып, U1-де 0 қыласыздар, переворотты өшіресіздер, чтобы ары-бері айлан кетпейтіндей. Сөйтіп көлденең қойғасын, жасылды үстіне авоскопирование жасап, оплодотворен жұмыртқалар тастайсыздар. Осындай көлденең қойып, комплектіде жәнек сияқты тауықтың ағы лотогынан екеу жүреді, либо на выбор үйрек, қаз, өздеріңіз қандай таңдайсыздар, сондай беріледі. Мына жерде үстіндегі лотоктан аласыз. Мысалы астында сөйтіп, астында лоток. Ары бері ойнайды өзімді, мысалы оңға, ручной режимде солға айланады өзі. Үстінде лотокты екінші қағазда. Өзінің паздары бар. Паздарына саласыз. Осылай қазір ручной режимде. Ручной режимне стрелка жоғары, немесе төмен. Некеміз қазір бізде переворот жүріп жатыр. Осылай. Актуатор 45 градусқа дейін екі жақ положениеға да біз екінші жаққа айландырып жатырмыз. Актуаторымыз темірден жасалған металл. Актуаторның біреуін бересі көрсетіп жіберейін. Қандай актуатор тұрған темір. Оң жақта тұр. Өзі автоматически қозғалады. Ары-бері қазір біз ручной режимді қозғадық. Перевороттар осындай актуаторлар. Темір, басы да темір, аяғы да темір. Бізде бұл жерде бұл 20 килограммға дейін негізі көтереді. 20 килограммға дейін. Сондай салмақ.
Жәнек сияқты қойдыңыз, шлангысын қостыңыз, емкіске суды набирать еттіңіз. Емкісті осы жанына, немесе осы инкубатордың үстіне қойсаңыз болады. Желательно жанына қойған дұрыс, сәл биігірек тұру керек шлангадан. Осы жерге сумен, самотекпен өзі барады, поплавокпен толып тұрады, вытяжка жұмыс істеп тұрады. Влажность бәрі, настройкасы каналда бар. Осындай. Мына жерде тесіктерінен жабық болмау керек, бұл жерде тесіктер ашық болу керек. Мына жердің бәрі батарея, сондай ыстық детальдардың қасында тұрмау керек. Осындай инкубаторлар. Мына лотокты қалай шешеміз? Яғни мынаны аламыз да, көтерсең бе, өзің көтерсең. Жоғары көтеріп аламыз аккуратно, полностью. Егерде жоғарғы лотокты көтеріп алсаңыз да болады. Мына жерге қойып, шетке қарай үстіне қойсаңыз да болады. Мына жөніп тұра тұр. Мына өзінің несі, штекерін шығарып аласыз. И все, осылай. Ұзындау жасалынған, чтобы переворотты жоғары қарай алып, астын өзгертіп нететіндей. Точно солай салған кезде жоғары жақтан қойып алып, бірінші переворотты ұзын проводын салып аламыз. Сосын кейін барып, аккуратно саламыз. Яғни ол кезде мына защитаны сәл жеткізбей қоямыз. Өйткені перевороттың 9 мм толщинасы бар, осы жерге кіру керек. Сосын кейін бәрін ыңғайлап, осылай ортасына қарай қоясыздар.